Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен әдеттегідей сағыныш. Бүгін сіздермен өте керемет үй жағдайында жасауға болатын осындай жұмсақ күлше нандар дайындайтын боламыз. Достар, алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, ұнаса пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менің каналымнан өте көп рецепттер көретін боласыздар. Ыдысқа жылы сүт, ерітілген сары май, 2 ас қасық шекер, 1 шай қасық тұз, 1,5 шай қасық құрғақ ашытқымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырған массамызға ұнымызды осылай бөле отырып салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Әркімнің ұны әртүрлі болғандықтан, біреуде көп, біреуде аз ұн кетеді. Жақсылап тұрып араластырып, басын біріктіріп, жұмсақ қамыр илейміз. Бетін жақсылап жауып, жылы жерге жарты сағат ашытуға қойып қоямыз. Көтерілген қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, қолымызбен осылай жақсылап тұрып бірдей етіп домалақтап аламыз. Әр күлше нандарымыздың ортасын осылай қолымызбен жұқалап басып шығамыз. Табаға орналастырамыз. Күлше нандарымыздың ортасын тағы да осылай вилкамен тескілеп өрнектейміз. Бір жұмыртқаның сарысын алып араластырып, күлше нандарымыздың бетіне жақсылап жағып шығамыз. Және осы нанымыздың бетіне өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кунжут сепсеңіздер болады. Нандарымызды алдын ала қыздырылған пеште 180 немесе 190 градуста 20 минут беті қызарғанша пісіріп аламыз. Нандарымыз өте жұмсақ, дәмі тамаша болып шықты. Каналымнан басқа да торттар мен салаттардың рецептерін көре аласыздар.